Танымал актриса әрі әнші Айгүл Иманбаева бейтаныс азаматпен түскен фотосын жариялап, желіні шулатты. Көпшілік өнер иесінің суретін қызу талқылап, оның жақын арада тұрмысқа шығатынын болжап тастады. Бірнеше күн бойы бұл мәселеге қатысты үнсіздік сақтаған өнер иесі ақыры мән-жайды айтып, қауесеттерге нүкте қойды. Айгүл Иманбаева Instagram парақшасында белгісіз ер адаммен фотосын жүктеймін деп елдің сөзіне қалды. Желі қолданушылары актрисаның қасындағы адамды оның сүйіктісі деп топшалап, тойдың ауылы алыс емес екенін болжады. Алайда орын алған қызу талқыға қарамастан, эстрада жұлдызы суреттегі азаматтың өзіне кім болып келетінін айтуға асыққан жоқ. Ол арада тек бір апта өткен соң ғана көпті қызықтырған сұраққа жауап беріп, жеке өміріне қатысты қауесеттерге нүкте қойды. Анықталғандай, фотодағы ер адам Иманбаеваның ғашығы емес, әріптесі болып шыққан. Бір аптадан бері әлеуметтік желіде Айгүл тұрмысқа шықты деген жалған ақпарат желіде есіп жүр. Оған себеп болған менің өз парақшама бірге оқыған курстасым, 27 жыл өнер айдынында бірге келе жатқан әріптесім, актер, өнер университетіндегі кураторы, мастері Бағлан Иманғазиновпен бірге түскен фотом. Менің бір түсінбегенім, салған фотоның астына бізде осындай фото бар деген сөзден басқа артық ақпарат жазған жоқпын. Шәкірттеріміз түсірген әдемі фото болған соң салған едім. Мен өзімнің жеке өмірімді ешқашан әлеуметтік желіде бөліскен емеспін және бөліспеймін де. Себебі ол жеке өмір. Жалпы мен ақталуға тиісті емеспін және парақша менікі. Қандай фото салам, қандай сөз жазам, оны өзім білемін. Шығармашылық адамның парақшасында өзгелерден басқаша болу да керек. Ал ойды әркім өрісіне қарай түйеді. Ал ылғи менің бақытты болғанымды тілеп отыратын оқырмандарыма қашанда жақсы тілек жазғандарыңызға мың алғыс. Әумин, көптің тілеуі көл деген айтқандарыңыз келсін, деп жазды Иманбаева.